Армысыз көрермен, бүгін 8 тамыз жұма біз аптаның айшықты оқиғаларына тоқталамыз. Алдымен аңдатпа болсын. Шымкенттегі экс-депутат дауы. Берденов шындығын айтты. Жиенбай әйелін лайк үшін қызғанды ма? Педофилдерге қатысты кастрация заңы қабылданады ма? Үйі бар, бірақ үміті жоқ. Риэлторлардың арбауына түскендер неге көбейді? Білім, байлық десек, ол байлық бүгінде неге сонша қымбатқа түсіп отыр? Көптің көкейіндегі сауалдарға жауап іздеп көреміз. Шымкент шаһарында Руслан Берденовке қатысты дау одан әрі ушығып барады. Кезекті сот отырысында бұрынғы халық қалаушысы Руслан Берденов алғаш рет ашық мәлімдеме жасап, өз шындығын жария етті. Айтпақшы, бұл мәлімдемені ол өзінің әлеуметтік желідегі парақшасында жазып таратты. Берденовтың айтуынша, ол сот процесі мен ақпараттық кеңістікте болып жатқан оқиғаларды жіті бақылап отыр. Алайда айыпталушы тарап Жиенбайдың мәлімдемелеріне енжар қалу мүмкін емес екенін атап өтті. Бұған дейін үнсіз келген экс-депутаттың бұл қадамы қоғамда қызу талқылануда. Жиенбай да қарап қалмады. Сотта біраз мәліметтер мен айыптаулар айтылды. Екі тараптың да уәжін тыңдап, сот процесінің барысын әріптесіміз зерттеп көрді. Шымкентте қала әкімінің орынбасары Руслан Берденовке қастандық жасау ісі жалғасуда. Алайда жәбірленуші қатарынан екінші рет сотқа келген жоқ. Оның өкілі Берденовтың ауруханада жатқанын, аяғы мен кеудесіндегі жарақаты әлі мазалайтын және тамызда қайта ота жасалатынын айтты. Айыпталушы Ернар Жиенбай сотта күтпеген мәлімдемелер жасады. Оның сөзінше, бұл жанжал тек жұмыстағы кикілжіңнен емес, жеке реніштен басталған. Кабинетіне кірсем, түріме қарап, шаштарың түсіп қалған, қайдан келгенсің, жұмыста осылай киінесіңдер ме деді. Жағдайды түсіндірмек болдым, бірақ тыңдағысы келмеді. Сен өзі қандай адамсың деп балағаттап шығарып жіберді. Кешке құрылыс басқармасынан Берденов сені соттатамын деген сәлем жетті деді ол. Жиенбайдың айтуынша, кейінгі кездесуде Берденовтың сөзі одан да ауыр болған. Сені қаматамын, әйелің әдемі екен, қамалсаң әйелің жезөкше болады, балаң жетім қалады деді. Сол сәтте намысқа булықтым, өлгім келді деді ол. Айыпталушы отбасындағы ұрыс кезінде әйелі мен күйеуімнің белсенді бұлшық етті келешегі бар болғанын қалаймын деп мысалға дәл Берденовты келтіргенін айтты. Осыдан кейін ажырасуға арыз берген. Сотта тағы бір даулы жайт көтерілді. Жиенбайдың сөзіне қарағанда Берденов одан қала әкімі Ғабит Сыздықбековті тапсырыс беруші ретінде атауды сұраған. Ал Жиенбай мұны қысым деп бағалап, әкімнің бұл іске қатысы жоқ екенін айтты. Берденов болса Инстаграм парақшасында мұны түгел жоққа шығарды. Қызғаныш пен жеке қатынас жайлы мәлімдемелерді манипуляция деп атап, жанжалдың түбі тек қызметтік сипатта екенін жазды. Сондай-ақ айыпталушы тараптан кешірім берсең, шу көтермейміз, бас тартсаң ақпараттық шабуыл жасамаймыз деген ұсыныс түскен мәлімдеді. Заңгер Аржан Сәдуақастың айтуынша, егер сот қызғаныш мотивін растаса, Жиенбай әлде қайда жеңіл жаза алу мүмкін. Тіпті жауапкершіліктен де құтылып кетуі ықтимал. Ал жұмыстағы жанжал фактісі дәлелденсе, ең кемі 10 жылға бас бостандығынан айыру жазасы беріледі. Заң бойынша жәбірленушінің сотқа міндетті түрде келуі шарт емес, бірақ Берденов онлайнда жауап бере алар еді. Видео бейне жазба арқылы мысалға жауап алуға болар еді. Сотқа сөйтіп онлайн түрде қатысуға болар еді. Бірақ неге олай жасамағандығы маған түсініксіз. Берденов мырзаны осы видео арқылы да жауап алуға болар еді. Егер де біз сотталушының қорғаушысы болғанда, мысалға гипотеза түрінде айтып жатырмын, әрине біз оның аффект жағдайында, психоэмоционалдық күйзелісінің нәтижесінде сондай әрекетке барды деп айту ғана бізде сондай ғана бір форточка қалады. Басқа бізде не жоқ, оның әрекетін бір не істейтін дейді, оправдывать ететіндей басқа әрекет жоқ. Прокуратураның оны теріске шығару болып саналады. То есть ол жан күйзелісі ода болмағандығын мысалға көрсететін, ол алдын ала дайындалып барғандығын мысалға көрсететін. Соның негізінде ғана мысалға әділ жаза шығаруға болады. Оның айтуынша, Берденовтың алдағы соттарға онлайн қатысуына толық заңды негіз бар. Енді жұрт күткені, келесі отырыста қала әкімінің орынбасары экраннан болса да сөз айта ма, жоқ па, соны көру. Соттан маңыздылық жағынан кем түспейтін тақырыпқа ойыссақ, Қазақстанда пәтер алам деп қара нарықта ақшасын қойып, ақыры баспанасыз қалған азаматтар көбейіп келеді. Риэлторларға сеніп, ресми емес келісімдерге барған талай адам сан соғып отыр. Ең қиыны, мұндай жағдайлар жиілеп барады, ал нақты статистика жоқтың қасы. Халықты алдағандарға қандай жаза қарастырылмақ?
риэлторлық қызметті заңмен реттеу мүмкін бе? Мәселенің мән-жайын әріптесіміз зерттеп көрді. Риэлтор деген жақсы ғой, үй сатып алғанда да, жалға бергенде де, бірақ бұл салада да алаяқтық бар. Клиент құжатқа қол қоярда ескермеген талаптар талай келеңсіздікке әкелуі мүмкін. Мәселен, мынадай бір кең таралған схема бар. Пәтерді риэлторға берген соң өзіңіз клиент тауып сата алмайсыз. Келісімшартты былай көрсетеді, мысалға үйді көрсетеді, болды, ол сатыла ма, сатылмай ма шаруасы жоқ. Бірақ ана көрсеткен үшін ақша алды. Енді мысалға оның үйі өтпей жатқаннан кейін мүліктің иесі өзі барып сата алады ғой, үміт қарап отырсаңыз, оның конституциялық құқы. Бірақ өзі сатса да мына жерге келісімге қол қойып қойғаннан кейін ол бағанағы үшінші тұлғаға өзі сатқан күннің өзінде риэлторға ақша төлейді деген пункт кіріспе қойған. Бейресми деректерге сәйкес республикада шамамен 25-30 мың риэлтор жұмыс істейді. Оның 70% ресми түрде тіркелмеген. Ұлттық статистика бюросының мәліметіне сәйкес 2024 жылы жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар бойынша көрсетілген қызметтердің көлемі 2,2 триллион теңгеден асты. Бірақ салықтық түсімдер аз, себебі тіркелмеген риэлторлар салық төлемейді. Өз қызметін дұрыс атқармаса, заңды түрде жауапкершілікке де тартылмайды. Бір сөзбен айтқанда, олар риэлтор болмауы да мүмкін, арада алып сатып, кейде клиенттің құқығын бұзып, ақшасын алып жоқ болып кететіндер де табылады. Үй алып берем, үйтем, қырам жоям деп Алматыда бір кісі болды. Есім Бақыт па, бірдеңе деген. Сол көк базардың қасында ма, бір көп емес, бір 300-400 мың, одан да азау деймін, 200 мың ба, 200 мың ба, одан сол маңында көлемде есімде жоқ. Бірақ оның бәрін қайтарып алдым мен. Мен өзім заңгермін, заң тұрғыдан қайтарып алдым, бәрін қайтарып берді. Заңгерлік тұрғыдан айттым, мен сен аты жөніңді білем, өтінішке жазам, үйтем деп едім, қорықты. Қазір мен сізді бір группаға қосам, онда көп объявление болады, сонда таңдап аласыздар. Сіз маған 7-8 мың нақты жеріңіз дейтіндер болады. Сондайларды болған. Өмір ғой, енді барлығын көрдік ондайлы. Алдандым, ол группаға да өтірік қосып қойды. Өтірік собственниктардың да номерларын қосып қойған. Сосын бірақ қана уақыт өте келе түсіндім ғой, өтірік екенін оның барлығы. Қазақстанда риэлтор қызметінің құны заңмен қатаң реттелмейді, сондықтан баға нарықтық сұраныс пен ұсынысқа байланысты. Орташа комиссия жылжымайтын мүлік құнының 1-2% аралығында. Егер пәтер құны 30 миллион теңге болса, риэлтордың қызмет ақысы 1%бен шамамен 300 мың теңге болады. Негізінен 500-1 миллион арасында қызмет құнын сұрайтындар да кездеседі. Ал риэлтордың негізгі міндеті қандай? Полный спектр услуг қой бізде. Квартира сату керек болса, полный рекламадан бастап, квартираны реклама саламыз, кісілерге көрсетеміз, полный сопровождение официальный. Ипотека болса, полный ипотечное сопровождение, бәрін на всех этапах нетеміз ғой. Бірқатар шет мемлекеттердің тәжірибесінде риэлторлар міндетті түрде лицензиялану керек. Кей елдерде 3 жылдай білім алып, мамандық алу тиіс. Қазақстанда риэлторларды кәсіби деңгейде оқытатын оқу орындары жоқ. Сарапшылар оларды лицензиялауға емес, сертификаттауды ұсынып отыр. Көпшілік лицензия беру керек дейді. Көп жылдар бойы осы мәселені зерттедік, бірақ жемқорлық көп. Лицензияны да сатып алатындар бар. Керісінше сертификаттауымыз керек. Алдымен оқытудан, сосын тесттен, аттестациядан өткізу керек. Содан соң ғана риэлторлардың реестріне енгізілуі тиіс. Осылайша кез келген азамат базадан риэлтордың нөмірі арқылы тексереді. Осы күзде мәжілісте риэлторлардың қызметін реттейтін құжат қаралады. Әзірге заңгерлер келісімшартты толық оқып шығуға кеңес береді. Егер риэлтор асықтырып қысым көрсетсе, бұл күмән тудыратын белгілердің бірі. Мұндай жағдайларда заңгер көмегі де артық етпейді. Заң демекші тағы бір заң күшіне ену мүмкін. Бұл жолы педофилдерге қатысты. Балаларға қарсы жыныстық қылмыс жасағандарға жазаны күшейту туралы мәселе қайта көтерілді. Мәжілісте педофилдерді химиялық жолмен кастрациялау тетігі талқылануда. Қоғамда қызу пікір тудырған бұл норма бұған дейін де қолданылған, бірақ нақты нәтиже берген бе? Жаңа заң жобасы қабылданса, қандай өзгерістер болады? Қылмыскерлерге тосқауыл бола ма, әлде бұл да уақытша шара ма? Тақырыпты әріптесіміз жалғастырады. Қазақстанда балаларға жыныстық зорлық жасағандарға қолданылатын химиялық кастрация тәртібі жаңармақ. Денсаулық сақтау министрлігі жаңа ережені дайындап, 18 тамызға дейін халықтан пікір жинап жатыр. Химиялық кастрация қылмыскердің ағзасына арнайы дәрі егіп, оның жыныстық құмарлығын төмендететін әдіс. Қазір бұл шара тек сот шешіммен 18 жастан асқан балаға сексуалдық қылмыс жасағандарға ғана қолданылады. Жаңа ережеде не өзгереді? Кастрация қылмыскер түрмеден шығарылмас бұрын 6 ай қалғанда жасалады. Түрме әкімшілігі жаза бітуге 1 жыл қалғанда құжаттарды сотқа жібереді. Сот міндетті психиатриялық тексеру тағайындайды. Адамның психикасы мен жыныстық зорлыққа бейімділігі анықталады.
Заңгер Айгүл Орынбектің айтуынша, сот жүйесі әлі әлсіз, кейде жазықсыз адамдарда түрмеге түсіп жатады. Мұндай жағдайда өз пайдасына пайдаланатын отбасылар да бар. Соңғы жылдары әсіресе батыс өңірде заңгерге түскен шағымдар көбейген. Мәселен, кей әйелдер күйеуімен ажырасқан соң, дүние мүлкін, көлігін, ақшасын алып қалады да, кейін қызымды зорладың деп айыптап, ер адамды өмір бойына бостандығынан айырады. Егер осындай жазықсыз қамалған адамдарға кастрация жасалса, бұл адам құқығын таптау болады. Дәл қазіргі таңда менде осыдан 7,5 жыл бұрын сотталып кеткен азамат қазір түрмеде отыр. Дәл қазір осы менде практикамда болып жатқан дүние. Ол жігіт жазықсыз қамалып кетті. Бұл іс өте резонансты болды. Абай ауылында 6 жасар балаға қатысты. Нақты азамат 3 эпизодты айтады бала. 3 эпизодтың өзінде азамат ол оқиға орнында болған жоқ. Яғни басында прокурорлар балаңыз қамалмайды, балаңыз сақталып шығады, себебі баланың айтып отқан эпизодының уақытында бұл кісі қалада болмаған еді. Азамат қамалып кетті. Ол ойындаған жоқ. Ол өзін жазықсыз екеніне сенімді. Енді қарашы, енді ол биыл шығу керек, оған енді кастрация жасаймыз дейді. Ал психологтар мен дәрігерлердің айтуынша, химиялық кастрация уақытша шешім. Психологиялық ем жасалмаса, ол адам бостандыққа шыққан соң қылмысын қайталайды. Кастрация тек уақытша құрал, міндетті түрде психиатр және психологпен ұзақ жұмыс жүргізу керек. Педофилдердің 80% бала кезінде өздері де зорлық көрген. Бұл мәселенің түпкі себебі тереңде жатқанын көрсетеді. Сондықтан мамандар жаза қатал болуы керек, бірақ сонымен қатар алдын алу, тәрбие және тұрақты психологиялық көмек жүйесін құруға жетті. Осы ретте басқа елдердің тәжірибесінде шолып өттік. Мәселен, ақш-та кейбір штаттарда педофилдерге міндетті кастрация жасалады және өмір бойы бақылау білезігі тағылады. Ал Оңтүстік Кореяда түрмеден шыққан соң 10 жыл бойы психолог бақылауында болады. Ал Польшада сотпен кастрация жасалып, балаға жақындауға қатаң тыйым салынады. Ұлыбританияда педофилдердің аты жөні мен мекен жайы ашық тізімге енгізіледі. Германияда түрмеде де, бостандықта да міндетті психотерапия жүргізіледі. Елдегі жаңа ереже балаларды қорғауға бағытталған маңызды қадам, бірақ әлем тәжірибесі көрсеткендей кастрация жалғыз әдіс бола алмайды. Нәтиже беру үшін қатаң заң, бақылау және психологиялық ем бірге жүру керек. Алматы облысы үлкен ауылында еліміздің алғашқы атом электростанциясы құрылысы ресми түрде басталды. Салтанатты шараға атом энергиясы жөніндегі агенттік төрағасы Алмасадам Сатқалиев қатысып, инженерлік іздестіру жұмыстары басталғанын хабарлады. АЭС құрылысы ресейлік Росатом компаниясымен бірлесіп жүзеге асырылуда. Жобаның жалпы құны 14-15 миллиард доллар, ал қосымша 1 миллиард доллар әлеуметтік нысандар мен инфрақұрылымға бағытталады. Сатқалиевтің айтуынша, жоба мыңдаған жұмыс орнымен қазақстандық кәсіпорындардың қатысуына жол ашып, ядролық ғылымды дамытуға серпін береді. Айта кетейік, еліміздегі 2-ші және 3-ші АЭС құрылысына Қытай компаниялары тартылуы мүмкін. Хабарымызды тағы бір білім мен ғылымға қатысты жаңалықпен жалғастырсақ, күні кеше ғылым және жоғарғы білім министрі Саясат Нұрбек өзінің әлеуметтік желідегі парақшасында биылғы мемлекеттік грант нәтижелерін жариялады. Министрдің мәліметінше 2025-2026 оқу жылына 88 мыңнан астам білім гранты бөлініп, олардың 78 мыңға жуығы иесін тапқан. Бұл жоғары білімге ұмтылған мыңдаған талапкер үшін үлкен мүмкіндік. Сүйінші жаңалық, биылғы жұмысшы мамандықтар жылында 60%-дан астам алынған гранттар инженерлік техникалық мамандықтарға берілген. Топ 3 бағыттар ол педагогика 13 мың грант, ақпараттық технологиялар және жасанды интеллект 11 мың грант. Бірақ ең үлкен инженерлік бағытта 18 мыңнан астам грант бөлінді. Осы жылдан бастап біз сирек мамандықтарға ветеринария, энергетика, су шаруашылығы саласында өңірлік квоталар енгіздік, деді Саясат Нұрбек. Алайда грантсыз қалғандар үшін жағдай қиындап тұр, себебі биыл жоғарғы оқу орындарындағы оқу ақысы былтырмен салыстырғанда айтарлықтай өскен. Кей мамандықтарда 1,5-2 есеге дейін көтерілген. Мәселен, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде оқу ақысы жылына 500 мыңнан 1,7 миллион теңгеге дейін.
Мұндай өсімнің себебі ретінде университеттер инфляция, инфрақұрылым мен зертханаларды жаңарту, шетелдік бағдарламаларды енгізу секілді факторларды алға тартуда. Алдағы оқу жылына оқу ақысының қымбаттауы бірнеше факторларға байланысты. Ресурстардың, коммуналдық қызметтердің, жабдықтардың бағдарламалық қамтамасыз етудің нарықтық құнның өсуі, сондай-ақ оқытушылардың жалақысының индекстеу қажеттілігі. Университет заманауи білім беру технологияларын және цифрлық шешімдерді белсенді түрде енгізіп жатыр. Оқу бағдарламаларын халықаралық стандарттарға сай жаңартып, шетелдік жоғарғы оқу орындарының тәжірибелі мамандарын тартуда. Оқу ақысының көтерілуі бұл жай ғана экономикалық шара емес, білім беру сапасын сақтау және түлектеріміздің еңбек нарығындағы бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету үшін қажетті қадам. Ал үкіметте кезекті отырыс өтті. Бұл жолғы брифингті бастаған Бозымбаев маңыздыларына тоқталайық. Мемлекет басшысының тапсырмаларының орындалу барысын баяндап, өңірлік даму инфрақұрылымды жаңғырту, су ресурстарын басқару және төтенше жағдайлар қызметінің дайындығы туралы кеңінен айтылды. Айтуынша, халықтың өмір сапасын жақсарту мақсатында 2025-2030 жылдарға арналған өңірлік даму тұжырымдамасы бекітілген. Бұдан бөлек инфрақұрылым мәселесін шешуге арналған ұлттық жоба қабылданған. Энергетика және коммуналдық секторларды жаңғырту деп аталатын бұл жоба 29 шілдеден бастап заң жүзінде күшіне енді. Оны іске асыру үшін шамамен 13 триллион теңгеден астам инвестиция тарту көзделіп отыр. Сонымен қатар отандық тауар өндірушілерді қолдау мақсатында 2,1 триллион теңге көлемінде 2786 тауар позициясы анықталып, оларды шығаратын 220 жергілікті кәсіпорын іріктеліп отыр. Бұл шаралар импортқа тәуелділікті азайтып, жаңа жұмыс орындарының ашылуына және бюджетке түсетін салықтың артуына себеп болады. Су ресурстарын басқару саласында да нақты қадамдар жасалып отыр. Биыл жаңа су кодексі қабылданып, 10 маусымда күшіне енді. Қазіргі таңда 6000 шақырымнан астам канал жаңартылып жатыр. Оның 962 шақырымы биыл пайдалануға беріліп, шамамен 200 мың гектар жерді сумен қамтамасыз етеді. Ал төтенше жағдайлар саласында министрлік биыл 60 мыңнан астам шақыртуға шығып, 10 мыңнан астам адамның өмірін аман алып қалған. Биыл маусымда азаматтық қорғау туралы заңға өзгерістер енгізіліп, өрт және өнеркәсіп қауіпсіздігіне қойылатын талаптар күшейтілді. Сонымен қатар өртке қатысты сақтандыру тетігі де заңмен бекітілді. Құрметті көрермен, осымен аптаға шолу аяқталды. Демалыс күндеріңіз сәтті өтсін. Келесі жүздескенше аман сау болайық.